Өсімдік жанға шипа, дертке дауа. Адамзат қоғамы дамуының ең алғашқы дәуірінде негізгі тіршілік қорегі өсімдік болған. Әсіресе қазақ жері дәрілік өсімдікке бай болғандықтан халық медицинасында ең көп қолданылған. Хиджама, яғни бастан қан алу. Одан көп адамның үркетіні рас, десе де оның пайдасы тек ислам дінінде ғана емес, ғылыми деңгейде де дәлелденген. Әсіресе қазіргі заманда пайда болған ауру туғызатын химикаттардың кесірінен мұндай процедураны жиі жасатып тұру керек деген пікірлер бар. Тамыр ұстап емдеу қазақ халық медицинасының негізгі бір бөлігі. Сол арқылы жүрекке баратын оттегінің әсерін, қан жеткізу қызметінің мүмкіндігін білуге болады. Қазірге дейін аталарымыз тамыр қызметі өзгерісінің 62 түріне дейін меңгере алған. Осы күнге дейін жалғасып келе жатқан қазақтың дәстүрлі емдерінің бірі сынықшылық. Сынықшылар арнайы білім оқу орындарын оқымай-ақ сүйегі сынған адамдарды емдеудің ғажап өнері мен құпиясын толық игерген. Оны күні бүгінге дейін ескіден қалған бірен-саран сынықшыларға барғандар дәлелдеп жүр. Дем салу. Дәстүрлі наным сенімнен туған емдеу шарасы. Мұндай емдеу шарасын көбіректі емші бақсылар молдалар атқарған. Ауырған адамдардың бетіне кесеге құйылған суға дұға оқып, сүфтеп, су бүркіп ұшықтап емдеген. Кейде тек суға дем салып, оны сырқатқа ішкізген.